Тайлердің шабуылынан кейін Уэнсдей ауруханада комада болады. Оның сана сезімі басқа әлемде шарықтап, бұрынғы мектеп директрисі Лариса Вимспен кездеседі. Уэнсдей аңғартады. Енді Вимс оның жаңа рух тәлімгері болып отыр. Бұл оған мүмкін емес сияқты көрінеді. Себебі әдетте рух тәлімгер болу үшін жақын туыс болу қажет. Вимс түсіндіреді. Олар 300-ші буыннан келген өте алыстағы туыстар. Уэнсдей бұл мәлімдемені қабылдағысы келмейді. Бірақ Вимс соңғы рух тәлімгер Уэнсдейді құтқару үшін өзін құрбан еткенін айтады. Сондықтан басқа ешкім бұл рөлді атқара алмайды. Вимс соңғы оқиғаларды қорытындылап, Уэнсдейдің экстрасенсорлық қабілеттерін жоғалтуын, Эниттің тез өлім туралы жалған айтқанын, сондай-ақ Тайлер Галпинді психиатриялық ауруханадан босатқанын еске салады. Айта кетейік, Тайлер Хайт. Вимс сәл ирониямен Уэнсдейдің өзіне қиындық жасап жүргенін айтады. Шаршаған Уэнсдей экстрасенсорлық қабілеттерін қайтаруды сұрайды. Бірақ Вимс қабілеттердің жоғалуын оның өз қателігі деп түсіндіреді, және бұл үшін ешкім жауапты емес. Жақында Уэнсдей оянады. Сол уақытта Виллоу Хилл психиатриялық ауруханасының уақытша директоры Джуди Стоунхерст конференцияда хабарлайды. 46 пациент қашып кеткен, бірнеше адам қаза тапқан. Оның ішінде аурухана директоры доктор Фейербернде. Полицияның арқасында 43 пациент табылып, жақында басқа орталыққа жіберілетін болады. Себебі Виллоу Хилл белгісіз мерзімге жабылады. Шериф Сантьяго Бакка хабарлайды. 3 қауіпті қашқын әлі іздеуде. Фестер Адамс, Зомби Джон Доу есімімен және Тайлер Галпин. Кенет шериф Сантьяго Уэнсдейдің комадан шыққаны туралы хабар алады. Ол дереу барып сөйлесуге асығады. Джуди шерифке бәрі кездейсоқ болғанын, ал Уэнсдей тек қана дұрыс емес уақытта және жерде болғанын сендіреді. Джудидің айтуынша, Уэнсдей жай ғана Фестер әжесінің қасында болу үшін орталыққа жасырын кірген. Келесі кадрда біз Джудидің қызметшісі болып жұмыс істейтін ер адамды көреміз. Ол біреудің денесін көмеді. Сол сәтте оған Джудиден қоңырау келеді. Ер адам хабарлайды. Виллоу Хиллдің жасырын зертханасынан қашып кеткен барлық адамдарды ұстап, оларды бейбітсіздіксіз залалсыздандырды. Тек бір ғана пациент, 1938 нөмірлі қыз қалды. Джуди ер адамға шерифтің әлі зертхана туралы ештеңе білмейтінін айтады, және бұл құпияны сақтау керегін ескертеді. Пациентті табуды талап етеді. Кейін Джуди Уэнсдейге ауруханада келеді. Уэнсдей оған қауіп төндіріп, шерифке зертхана туралы анонимдік хабарламаның жіберілетінін ескертеді. Бірақ Джуди жауап береді. Зертханада қазір тек ескі құжаттар салынған қораттар ғана қалғанын айтады. Уэнсдей 1938 нөмірлі пациент туралы сұрап, оның неге ерекше екенін білгісі келеді. Бірақ Джуди ештеңе білмегендей әрекет етеді. Уэнсдей палатадан шыға бергенде, оған жапырағы құрғап кеткен гүлдер мен қауіп төндіретін жазба келеді. Көп ұзамай ол ауруханада Тайлерді көреді. Бірақ жақындаған кезде ол қайтадан ғайып болады. Сол уақытта Бьянка өз анасын мектепте жасырып, оған ештеңе болмайтынына уәде береді. Уэнсдей болса, Вимстің үнемі қасында болуына ашулана бастайды. Өйткені оны тек өзі көре алады. Ол Энитке Тайлер тірі екенін және Джерикода екенін хабарлайды. Уэнсдей Тингті жинап үйге қайтуды бұйырады. Себебі Тайлер оларда өлтіргісі келеді. Энит қорықпайтынын айтады. Өйткені бір рет оны жеңгенін еске салады. Уэнсдей жауап береді. Энит Тайлерді тек шериф Галпиннің көмегімен жеңгенін ескертеді. Уэнсдей Хайтпен өз бетінше күрескісі келеді. Бірақ Энит түсінеді, оны жалғыз жеңу мүмкін емес. Бұрынғы мектеп директрисі Вимс Уэнсдейге Энитке қабірмен көрген көрінісінің шын мәнін айтуын ұсынады. Бірақ Уэнсдей бұл ақпаратты бөліспеуді шешеді. Мектепте қайтыс болғандарда еске алу күні өтуде. Уэнсдей директор Дорттан мерекені тоқтатуды сұрайды. Себебі Тайлер әлі бос жүргенін айтады. Бірақ Дорт бас тартпайды. Ол Тайлер жалғыз барлық изгояларға қарсы тұра алмайтынын, ал жағдай қиындаса, профессор Капридің Тайлерді жеңуге қажетті білімге ие екенін атап өтеді. Кейін белгілі болады. Профессор Капри Хайт туралы көп нәрсе біледі. Кейін Джудиге қызмет ететін адам Тайлерді жасыратын канализацияны табады. Сол сәтте Тайлер әкесінің Донован Галпиннің елесін көреді де есінен адаса бастайды. Джудиге қызмет ететін адам Тайлерді табады. Бірақ Тайлер оны өлтіреді.
өлтіреді. Біраз уақыттан кейін зомби хлюп канализацияға келіп, ер адамды қорытты. Біз көріп отырмыз, әр асқа сайын хлюп біртіндеп адамшылдық қасиеттерін сақтап қалады. Уэнсдей Хайд туралы жауап алғысы келіп, профессор Каприға жүгінеді. Ол бұрынғы жігіті Хайд екенін және Каприді шабуылдаған соң оны өлтіргенін біледі. Уэнсдей Хайдтың әрекетін не түрткі еткенін сұрап, Тайлердің жолда екенін айтып, Хайд туралы мүмкіндігінше көбірек ақпарат алғысы келеді. Капри түсіндіреді. Хайдтың бұрынғы иесінің қызы оған ғашық болып, қызылшылықтан Каприді өлтіруді бұйырған. Бірақ оның бұрынғы жігіті өз иесін өлтіріп, иесінен адасқан соң Каприді өлтіргісі келген. Уэнсдей Хайд ұзақ уақыт иесі жоқ өмір сүре алмайтынын, олар толық бақылаудан шығып кететінін біледі. Осыны естіген соң, Уэнсдей Тайлердің жаңа иесі болуды шешеді. Кейін Уэнсдей Мерлин Тормхиллдің зерттеулерін қарайды. Сол сәтте Мартиша кіреді де қызының Тормхиллдің жазбалары арасынан органикалық химия формуласын оқып жатқанын көреді. Ол дереу бұл Тайлермен байланысты деп күдіктенеді. Уэнсдей анасына Тайлер оралған кезде Энитті қорғауға дайын болуы керегін түсіндіреді. Мартиша күмәнмен қарап, қызының тек Тайлерді құтқарғысы келетінін ойлайды. Сол уақытта Энит Уэнсдей Хайдпен жалғыз күресе алмайтынын біліп, Белладонна клубын қайта жинауды ойлайды. Бұл клубқа бірінші бөлімде мектепті құтқарған балалар кіреді. Түнде Паксли мен Гомес хлюпті орманда іздейді, бірақ таба алмайды. Бірнеше сағат іздеген соң, Гомес Пакслиге олар оны тым ұзақ іздеп жүргенін айтып, хлюп бәлкім осы әлемнен кеткен деп сендіреді. Ақыры олар Невермордағы қайтыс болғандарды еске алу күнін тойлауға кетуді шешеді. Сол сәтте хлюп Пакслиді алыстан бақылап, оны қуалап баруды шешеді. Сол уақытта полиция Джудиге қызмет еткен адамның мәйітін табады. Оқиғаны зерттеген соң, олар Тайлер зомбимен байланыс құрған деген қорытындыға келеді. Сержант Сантьяго Тайлердің Неверморға бет алғанына сенімді болып, мектептің жанында күзет күшін арттыруға бұйырады. Сол уақытта пациент 1938 радиодан Тайлердің мүмкін бүгін Неверморға шабуыл жасауы мүмкін екенін естиді. Ол да сол жерге баруды шешеді. Уэнсдей сол кезде Торнхиллдің жазбаларын терең талдар жатыр. Оның мақсаты Тайлерді бағындыру, әйтпесе ол Энитке қауіп төндіреді. Бұл кезде Агнес келеді. Ол Уэнсдейге әр күн сайын оны ауруханада қарағанын, ешкім жоқ кезде шашын өріп кеткенін айтады. Сондай-ақ Агнес Белладонна клубы қайта жанданғанын және бүгін маңызды нәрсе талқылайтынын хабарлайды. Кейін Энит бұрынғы Белладонна клубының мүшелерін жинап, Тайлердің бүгін Неверморға шабуыл жасайтынын түсіндіреді. Осы сәтте Уэнсдейде келіп қауіптің бар екенін растап, өзінің жоспары барын Тайлерді бағындыруды айтады. Ол Тормхиллдің отуарын дайындай бастайды. Ал Вимс Уэнсдейдің Тайлерге деген сезімдері тек өшпенділік емес, бәлкім махаббат екенін меңзейді. Сол уақытта хлюп қайтыс болғандарды еске алу күнін тойлауға келеді де, мерекеге келген нормистерге шабуыл жасайды. Бұл хабар полицияға жетіп, олар дереу оқиға орнына жетеді. Паксли ақыры хлюпті табады. Ол бұрынғыдан әлде қайда адамшыл. Хлюп Пакслиге екінші мүмкіндік бергенін айтып, оны жіберуді өтінеді. Паксли жанашырлық танытып, оны босатады. Гомес хлюптің оқиға орнынан кетіп бара жатқанын көреді. Басқа жағынан пациент 1938 Мартишаға келеді. Сол сәтте біз оның шынайы атын Франсуа және Тайлердің анасы екенін білеміз. Франсуа Виллоу-Хилл психиатриялық ауруханасында тұтқын болғанын, Уэнсдей оны босатқанын айтып, Мартишадан ұлын құтқаруға көмектесуін сұрайды. Ол ұлын алып, бұл қаладан алысқа қашуға уәде береді. Біршама уақыттан кейін Тинг Уэнсдейге хабарлайды. Тайлер сол жерде тұр. Ол Энитті қуып жетіп, Белладонна клубының мүшелерінің құрған торына түседі. Тайлер Хайдке айналады. Сол сәтте Уэнсдей тыныштық сақтап, артынан жақындап, Хайдты бағындыру үшін инені қолдануға әрекет жасайды. Бірақ жоспары сәтсіздікке ұшырайды. Тайлер оған шабуыл жасайды. Арадағы хаос кезінде Франсуа пайда болып, өзі де Хайдке айналған. Ол Тайлерді өзімен бірге әкетеді. Сол мезетте Мартиша келіп, Уэнсдейге пациент 1938 Тайлердің амасы және Хайд екенін айтады. Мартиша Франсуаға келісім жасап, Тайлерді бақылауға алуға уәде бергенін, бұл орындалған соң, олар Джерико қаласынан мәңгілікке кететінін түсіндіреді. Алайда Уэнсдей бұл уәденің шынайылығына сенбейді. Кейін Гомес Мартишаға кездесіп, зомби хлюптың нағыз Айзек екенін хабарлайды.
Мартиша өз кезегінде Гомезге Франсуа тірі екенін айтып береді. Олар оны бұрын өлі деп есептеген еді. Сол уақытта зомби клуб Джуди Стоунхорстты бақылауға келеді. Біз зомби кейпінің астында Невермордың ең дарынды ғалымы Айзек тұрғанын, ол Франсуа мен Гомез Адамстың ескі досы екенін түсінеміз. Энит толық ай болмаса да өзінен өзі қасқырға айнала бастайды да орманға қарай қашады. Профессор Капри дереу Эниттің альфа-самка екенін байқайды. Келесі кадрда біз бақытты Уэнсдейді көреміз. Ол бетіне макияж жасап, өзіне сенімділікпен жарқын түсті етікпен киім киеді. Невермор мектебінің барлық оқушылары оның жаңа мінез құлқына таңғалып қарауда. Содан кейін оқиға 16 сағат 36 минут бұрынға оралады. Уэнсдей шериф Сантьяго мен директор Дортқа Тайлердің мектепке келетінін алдын ала ескерткенін айтады. Және біз білетіндей, ол шын мәнінде келген. Сонымен қатар Уэнсдей екінші монстрдың оның жоспарын бұзғанын түсіндіреді. Екінші Хайд, Франсуа Галпин, Тайлердің амасы. Ол 15 жыл бұрын қайтыс болды деп ойланған. Бірақ Уэнсдей Август Стоунхорст оның өлімін инсценерлегенін анықтайды. Август оны және басқа да изгойлерді Виллоу Хиллдің подвалында тәжірибе жасау үшін ұстап келген. Оның қызы Джуди бәрін білген, бірақ құпия сақтаған. Директор Дорт сақтық мақсатында коменданттық сағат енгізуді шешеді. Кейін Уэнсдей рухани жетекшісі Лариса Вимспен кездеседі. Вимс оны психиатриялық ауруханадан 2 Хайдты босатқаны үшін құттықтайды және оның көрінісі әлі де өзгермегенін айтады. Эниттің тағдыры сыналмайды және Уэнсдей өзіне кінә тағуды жалғастырады. Вимс оған Тайлер мен Франсуаны билікке қалдыруды, ал өз көзқарасын қалпына келтіру үшін анасы Мортишемен қарым қатынасына көңіл бөлу керектігін ұсынады. Өйткені Адамс отбасының бірлігінде ғана күш алады. Содан кейін профессор Орлов Уэнсдейге Франсуаға туысы Айзек туралы айтып береді. Айзек ерекше да Винчи, яғни телекинезші болған. Орлов Айзектің өзі үшін өмірлік маңызды жүйені жасағанын, сол арқылы ол әлі күнге дейін тірі екенін түсіндіреді. Ол Айзектің зертханасы бір күні жарылғанын, денесін таппағандарын, бірақ оны сүйек ағашы астына көмген деген сөздер тарағанын айтады. Профессор Орловпен сөйлескеннен кейін Уэнсдей Пакслиге барып, оның зомбисі қайда екенін сұрайды. Өйткені қазір ол зомбидің нағыз Айзек екенін біледі. Паксли зомби қазір оның қасында емес екенін айтады. Себебі оны босатқан. Дегенмен Паксли зомби кеткенде бір нәрсені тастағанын қосады. Уэнсдей 1938 жазылған фотосуретке қарап, оқиғаның жаңа құпиясына назар аударады. Келесі кадрда Тайлер белгісіз бөлмеде оянады да өз анасы Франсуаға қарағанын көреді. Анасы оны сенімді жерде екеніне сендіреді. Бұл орын бұрын оның әкесі Донован Галпин салған. Тайлер өзіне байланғанын байқайды. Шындығында анасы оны тыныштандыру үшін байлаған. Сондай-ақ ол енді өзінің жаңа иесі екенін айтады. Сол уақытта профессор Капри Энитті көруге келеді. Өткен күні ол Эниттің толық айжоқ кезінде-ақ түлкіге айналғанын көрген еді. Капри бұл тек бір нәрсені білдіруі мүмкін деп түсіндіреді. Энит альфа-самка. Энит бұл жаңалыққа қуана қоймайды. Себебі альфалар көбіне жалғыз жүреді. Содан кейін Уэнсдей мен оның әжесі атуды үйренуде. Оқу кезінде Уэнсдей әжесіне Франсуа суретін көрсетіп, оны іздегісі келетінін, бірақ экстрасенсорлық қабілеттерін жоғалтқандықтан таба алмайтынын айтады. Әжесі оған Неверморде жерленген аңызға айналған қарындастай мұғалім Розалинд Ротвуд туралы айтып береді. Егер Уэнсдей оның зиратына жазылған жазуды оқыса, уақытша көрініс көре алатынын түсіндіреді. Уэнсдей Эниттің кеңесіне қарамастан бір өзі зиратқа барады. Розалинд Ротвуд зиратында қолын отқа тигізіп, шыдай алса, уақытша көрініс алатынын айтады. Қолын алса, қарға көрінісі бұзылып, жазаланады. Уэнсдей қолын отқа тигізіп, көріністерді көруге кіріседі. Бірақ сол кезде Энит келіп оны тоқтатады. Келесі таңертең Уэнсдей мен Энит Невермор жатақханасында оянып, денелерін ауыстырғанын байқайды. Уэнсдей Эниттің денесінде қайтадан Розалинд зиратын табуға бел буады. Энит Уэнсдейдің денесінде бояу бар сусын ішеді. Уэнсдей аллергиясы барын ескертсе де, Энит бұл жай әзіл деп ойлайды. Бірақ денесі бөртпеге толады. Ол Мортишамен кездесіп, сиқырлы кремнің арқасында жеңілдік табады. Мортиша қызының өзгерген мінезін байқап, оны кешкі отбасы асқа шақырып, қатысуға міндеттейді. Бірақ шын мәнінде Эниттің денесінде тұрғанын білмейді.
Сол уақытта Уэнсдей Эниттің денесінде зиратқа келеді. Вимс оған бұрын 2 осындай жағдай болғанын айтып, екеуі де 24 сағат ішінде қайтыс болғанын еске салады. Тайлер мен оның анасы тамақтан ләззат алып отыр. Кенеттен Айзек, Франсуаның бауыры, келеді. Олар құшақтасып амандасады. Франсуа оны Тайлермен таныстырады. Дегенмен Франсуада кенеттен жөтел басталады. Бұл оның Хайтке айналуымен байланысты. Ол бауырына Август Стоунхерст оның күнделігін ұрлап, оны пайдаланып, Виллоу-Хиллде қабілеттерді изгойлерден нармистерге беруге арналған Айзек аппаратын жасағанын мойындайды. Франсуа бірінші тәжірибелік нысан оның қызы Джуди болғанын, және Джуди әлі күнге дейін зерттеулерін жалғастырып, Франсуаны іздейтінін айтады. Айзек болса Джудимен есептесіп қойғанын жеткізеді. Ол әпкесіне Виллоу-Хиллде аппарат болса Франсуаны құтқара алатынын, бірақ алдымен Неверморге оралғысы келетінін түсіндіреді. Сол уақытта Уэнсдей Эниттің денесінде, музыка кабинетінде виолончельде ойнайды. Оны музыка мұғалімі Капри байқап қалады да, Эниттің аспапты ойнайтынына таң қалады. Кейін Капри Энитке түсіндіреді. Толық ай басталмас бұрын оны қасқыр торына жабу керек. Себебі сол түнде қасқырға айналса, қайта адам бола алмайды. Музыка кабинетінде Уэнсдей суретке көз салады да, Розалинд Тротвудтың анасы Мартиша тұрып жатқан сол үйде өмір сүргенін түсінеді. Сол себепті ол сол жерге баруға бел буады. Капри оған күн батқанша келіп, қасқыр торына жабылуы керек екенін ескертеді. Үй ішінде Уэнсдей жасырын өту жолын табады. Онда Розалиндтің сүйегі жатыр. Ол оған айтады: проклятие тек бір шартпен жойылады. Қыздар бір-біріне шындықты айтуы тиіс. Сол кезде Мартиша оны байқап қуып шығарады. Сол уақытта Энит Уэнсдейдің денесінде Уэнсдейдің романын оқи бастайды. Онда Эниттің кейіпкері әлеуметтік желілер мен кемпір қосаққа құмар, әлсіз әрі талғамсыз қыз ретінде сипатталған. Ашулы Энит жарқын киім киіп, Невермор бойынша билей бастайды. Шынайы Уэнсдей бәрін бақылап отырады. Энит Уэнсдейдің денесінде Бруноға жақындап, оның филиппин тілінде сөйлегенін естиді. Тілді білетіндіктен ол Бруноның туған жерінде басқа қыз бар екенін түсінеді. Уэнсдей Эниттің денесінде бірден қарым-қатынасты тоқтатады. Алайда Агнес бәрін естіп қалады. Кейін Агнес Уэнсдейдің бөлмесіне кіреді де, Эниттің Уэнсдейдің денесінде отырғанын байқайды. Ол Уэнсдейдің өзгеше мінезінен алаңдайтынын мойындайды. Мысалы, түрлі түсті киіммен би билеуі, жаңа телефон болуы. Энит Уэнсдейдің денесінде бәрі дұрыс деп жауап береді. Бірақ Агнес наразы болып, Уэнсдейдің мінезін оғаш деп санайды. Және Энитті өлімнен құтқаруға деген ұмтылысы оны әбден әуреге салды деп ойлайды. Сонымен қатар ол Энитті ақымақ деп санайтынын айтады. Сол кезде Энит Уэнсдейдің денесінде ашуланып, Агнеске айқайлайды. Оны мәңгіге көрінбейтін етуін қалайды. Агнес кейін психологиялық сессияға барады. Онда ол эмоцияларын бөлісіп, дос таптым деп ойлағанымен ештеңе шықпағанын мойындайды. Сол уақытта Энит Уэнсдейдің денесінде Адамс отбасының кешкі асына келеді. Ол Уэнсдейдің сүйікті, бірақ бір түрлі жануарлардан жасалған тағамдарына қалай жауап берерін білмей қалады. Отбасылық әңгіме кезінде бәрі шындықты айтуға бел буады. Паксли өз зомбиін босатқанын мойындайды, себебі оған оны аяп кетті. Содан кейін Паксли Гомезбен бірге жазасын өтеуге кетеді. Энит пен Мартиша бір-бірімен қалады. Сол уақытта Уэнсдейдің ұстазы бұрынғы директор Лариса Вимс көрінеді. Бірақ тек Мартиша оны көреді. Энит байқамайды. Вимс Мартишаға түсіндіреді. Уэнсдейге экстрасенсорлық қабілетін қайтадан алу үшін Розалинд Тротвудтың зиратына бару керек болған. Бірақ ол Энитпен денелерін айырбастап қойған. Олардың тек таң атарға дейін уақыты бар. Бәрін орнына қоюы керек. Сол уақытта Айзек Невермордағы профессор Орлофты көреді. Ол аквариумдағы зарядтау құрылғысын әкететінін айтады. Оны өзі жасап, профессордың өмірін ұзартуға көмектескен. Ақыры Айзек құрылғыны алып, Орлофтың ұлы ақылын өзіне сіңіреді. Сол кезде Агнес оны байқайды, айқайлайды, бірақ көрінбейтін болып, Айзек оны байқамайды. Айзек зарядтау құрылғысын Франсуа мен Тайлерге көрсетіп, Виллоу-Хиллдағы аппаратқа энергия көзі болатынын түсіндіреді. Агнес бәрін көлік багажында жасырын тыңдайды. Энит Уэнсдейдің денесінде қасқыр торына барып, шынайы Уэнсдейді Эниттің денесіндегі Уэнсдейді босатады. Босатып жатқанда Энит
Уэнсдейді көргенде өзінің көрген түсін айтпағаны үшін сынайды. Сол сәтте Агнес Эниттің телефонына хабарласады да Айзек пен Франсуа Тайлермен бірге Виллоу Хиллге бет алғанын айтады. Уэнсдей мен Энит Агнесті құтқаруға аттанады. Виллоу Хиллде Тайлер Айзектің аппараты арқылы изгойлардың қабілетін алып тастауға болатынын түсінеді. Себебі Хайт проклятие әрбір өзгеріс оның өмірін қысқартады. Франсуа да өз қабілетінен арылғысы келеді. Сыртта Тайлер біреу оларға қарап тұрғанын сезеді де Агнесті ұстап қамауға алады. Энит пен Уэнсдей келіп Агнесті босатады. Уэнсдей Эниттің денесінде болғанымен қасқырға айналып Тайлерге шабуыл жасайды. Бірақ зертхана жарылуға жақын екенін біліп, қыздар қашады. Тайлер, Айзек пен Франсуа да сыртқа шығуға тырысады. Агнес риза. Өйткені оған шынымен Уэнсдей емес, Энит зиян келтіргенін түсінеді. Уэнсдей Агнесті Неверморға жібереді. Ал Энит пен Уэнсдей Розалинд зиратына жетеді. Қыздар Розалинд Ротвудтың мүсініне қолдарын қойып, бір-біріне шындықтарын айтады. Артықшылықтарын бөліседі. 1 минуттың ішінде проклятие жойылады. Лариса Уэнсдейге хабарлайды. Эниттің өлетінін көрген түс жойылды. Бірақ енді Адамс отбасының біреуі қауіпте. Кім екенін әлі білмейміз. Оқиға 15 жыл бұрын Тики Тейлз атты барда басталады. Сол кезде Дорт бармен Арнольд Хантпен сөйлеседі. Ол кейін Гидеон ретінде танымал болады. Қазіргі уақытта Дорт газет оқып отыр. Онда Арнольд өз сектасының жетекшісі деп аталады. Мектепте серуендеп жүріп, Дорт Бианка мен оның анасы Габриэльге кез болады. Ол Габриэльді көп жыл бұрын Танган сектасына әкелген және оны бұрынғы күйеуі Гидеонмен таныстырғанын мойындайды. Дорт оларды тегін өмір сүріп жатқандары үшін сынайды да қайтадан жұмысқа кірісу керектігін ескертеді. Мектеп дәлізінде Энит Уэнсдеймен сөйлеседі. Сол сәтте Агнес келеді. Уэнсдей Энитке өзінің көрген түсі өзгергенін айтады. Енді қауіп Энитке емес, оның отбасы Адамсқа төніп тұр. Сондықтан Уэнсдей Айзек пен Галпин отбасы табуы керек. Олар оның отбасына жетпей тұр. Агнес Уэнсдейге Айзек Найт туралы ақпараттық папканы береді. Уэнсдей ата-анасын Айзек туралы ақпаратты жасырып келгені үшін сынайды. Агнес арқасында ол Айзектің Гомездің жатақханадағы көршісі болғанын біледі. Гомез Айзектің жай көршісі емес, ең жақын досы болғанын атап өтеді. Мартиша Гомез Айзектің жалғыз досы болғанын қосады. Гомез Айзекті адамдардың өз мақсаттары үшін пайдаланудан қорғауға тырысқанын айтады. Сол адамдардың бірі Август Стоунхерст. Ол Айзекке Иаго мұнарасында лаборатория салған. Мартиша Айзектің ғылым арқылы өзінің әпкесі Франсуаға көмектесіп, оны Хайттан құтқарғысы келгенін түсіндіреді. Әрбір Хайтқа айналу адамды әлсіретіп, өмірін қысқартады. Уэнсдей Айзектің толық қалпына келгенін, Франсуа мен Тайлерді кездескенін, бірақ олар уәде бергендей қаладан кетпегенін атап өтеді. Кейін Мартиша мен Уэнсдей құрттар бағысында жеке кездеседі. Қыз анасына Эниттің енді қаза болмайтынын, бірақ Адамс отбасының біреуіне қауіп төніп тұрғанын айтады. Академияда Энитке Бруно келеді. Ол кешірім сұрап, бұрынғы қызынан айырылғанын, енді тек Энитті таңдағанын айтады. Энит сенімсіздік танытып, ол бүкіл семестр бойы бұрынғы қызын жасырып келгенін еске салады. Сондықтан қайта сенуге дайын еместігін айтады. Бруно бәрін жасайтынын уәде етеді де, оны алдағы гала кешіне бірге баруға шақырады. Энит келіседі, бірақ тек достар ретінде. Сол уақытта Капри Энитті кабинетіне шақырады. Ол неге тордан қашқанына сұрақ қояды. Энит кешірім сұрайды. Ал Капри бұл сылтау емес екенін ескертеді. Альфа болу жеңіл емес. Әйтпесе, Энит мәңгілікке қасқырға айналуы мүмкін. Бұл арада Тайлер, Айзек және Франсуа уақытша дәрі-дәрмек алу үшін жақын ветеринарлық клиникаға барады. Уэнсдей Франсуаға жасырынған жерді табады. Бірақ ешкім жоқ. Ол Тинг тапқан көбелекті алады да Юджинге апарады. Юджин бұл трупоед көбелек екенін, өте сирек кездесетінін және ол Айзектің денесінен шыққан болуы мүмкін екенін түсіндіреді.
түсіндіреді. Көп ұзамай көбілік өз иесіне қайта оралады. Хестер Фрамп Уэнсдейдің әжесі Неверморға келеді де немересімен кездеседі. Уэнсдей не үшін келгенін сұрайды. Хестер Дорт мектепке ақша салдыру үшін өтініш жасағанын, тіпті Мартишаға да оны шақыруға көндіргенін айтады. Бірақ әжесі келген мақсат тек Дорттың қалай үй алатынын көру, кейін бәрібір бас тарту екенін мойындайды. Хестер Уэнсдейге жазда бірнеше күн бірге болуды ұсынады. Хестерге мектепті жаңартып, оның құрметіне үлкен мұнара салғысы келетінін айтады. Хестер презентацияны ұнатқанын, бірақ ақша бермейтінін білдіреді. Сол кезде Бианка келеді. Сирен дардысын қолданып, Хестерді гипноздайды да, оны барлық мүлкін мектепке қалдыруға көндіреді. Түнде Уэнсдей Энитті оның қасқыр торында барып көріп шығады. Сол кезде Аякс пайда болып, Бианкамен байланысты қиын жағдай туралы хабарлайды. Оның анасы жоғалған. Ол бұл іске Дорт қатысы бар деп есептейді. Сондықтан Уэнсдей Дортпен сөйлесуге бел буады. Шындығында Дорт адамстарды өз кабинетінде жинап қойған. Ол Уэнсдейдің әжесі Хестерге ақшаға жасаған қайырымдылықтары үшін алғыс айтады. Хестер мектепке барынша көп қаржы аударуға дайын екенін айтады. Және жаңартылған мектепте Гомес сияқты ерекше қабілеті жоқ жалған изгоямдарға орын болмайтынын мәлімдейді. Дорттың бұл әрекеттерінен шатасқан адамстар залдан шығып кетеді. Уэнсдей Бианкаға жақындап, ол осы іске араласқан ба, соны анықтауды шешеді. Ақыры Бианка бәрін мойындайды да, Дорттың әжесінің ақшасын ұрлау жоспарын айтып береді. Бірақ содан кейін ол өзінің сирена күшін қолданып, Уэнсдейдің бәрін ұмытқызады. Сол кезде Агнес осы уақыт бойы көрінбей тұрған Бианка кеткен бойда пайда болып, Уэнсдейге естігендерін қайта айтып береді. Уэнсдей Агнестің өзіндей киінгенін, тіпті қара парик таққанын көріп таңғалады. Ол себеп сұрайды. Агнес Уэнсдейге өзінің маңыздылығын көрсету үшін осылай жасағанын түсіндіреді. Бірақ Уэнсдей косплейге қызықпайтынын айтып кетеді. Келесі күн гала кеші. Адамстар шараға келеді, қонақтар сәнді киінген. Дорт Мортишаның анасымен бірге кіріп, оны балдың патшайымы етеді. Уэнсдей залға кіріп, Бианкаға анасы Габриэльдің қайда екенін сұрайды. Бианка таңғалып, Уэнсдейдің бәрін есінде сақтағанына таңғалады. Себебі ол өзінің естеліктерін өшірген еді. Уэнсдей оған сенуге шақырады, және анасының орнын қайта сұрайды. Бианка Габриэльдің Дорт кабинетінде екенін айтады. Энит Бруноны кездестіреді, бірақ кенеттен София Бруноның филиппиндік қызы келеді. Бруно оның қалай келгенін сұрайды. София оны тосын сый жасау үшін келгенін айтады. Энит жағдайдың ыңғайсыз болмауын қалайды да, аздап көңілі түсіп кетеді. Жеке қалғанда Энит біреудің жылағанын естіп, оны көре алмайды. Сондықтан Агнес пе деп сұрайды. Агнес өз алдына шығып жылайды. Энит оған басқа адамның арғауына жасырынудың қажеті жоқ, өзім болып қалуы керегін айтып жұбатады. Аякс Бианканың анасы Габриэльді Дорт кабинетінен шығарып әкеледі. Солдан кейін Уэнсдей Энитпен кездесіп, Дортты тоқтату үшін оларға қосымша көмек, соның ішінде Агнестің көмегі қажет болатынын айтады. Агнес пен Энит әсерлі би билей бастайды. Би кезінде Агнес көрінбейтін болып, Дорт директордың мойнына таққан сирендердің күшінен қорғайтын алқаны зорлап, оны Уэнсдейге береді де, ешкім байқамай Энитке қайта оралады. Би аяқталған соң, көрермендер Агнес пен Энитті қошеметтеп қол соғады. Бианка микрофонға шығып бірнеше сөз айтады. Анасына және Уэнсдейге разы болып, ол сахнаға Дорт директор мен Мортишаны шақырады. Енді Дорт алқадан айырылған. Сондықтан Бианка оған барлық алдында қалай ұйымдастырғанын және жоспарын айтуын бұйырады. Соңында Дорт бәрін мойындайды. Бірақ Бианканы ұстап алып, оны отымен қорқытпақ болады. Сол кезде күтпеген жерден Аякс келеді. Дортқа шақырып, шляпасын шешеді де оны тасқа айналдырады. Осы сәтте үстінде тұрған люстра құлап, Дорттың денесі сынып, тас бөлшектері жерге төгіледі. Бианка Уэнсдей мен Аяксқа анасын құтқарғандары үшін алғыс айтады. Мартиша мен Гомес Уэнсдейге келіп, оны құттықтағылары келеді. Бірақ дәл сол кезде оның әжесі шығып, оны жазда қонаққа шақыратынын айтады. Уэнсдей әкесін әжесі ренжіткен соң ойын өзгерткенін
жеткізеді. Сонымен қатар, егер әжесі оны көндіруді қаласа, Гомез атындағы қорға щедро қаржылай көмек көрсетуі тиіс екенін айтады. Хестер немересінің қулықты қолданғанына риза болып келіседі. Осы кезде Юджин шығып, Уэнсдейге Айзектің зиратта екенін хабарлайды. Мартиша Пакслидің жоқтығын байқап, оның қайда екенін сұрайды. Сол уақытта Паксли зиратта. Оған трупоэт көбелегі ұшып келеді. Содан кейін Айзек шығып, Пакслиге қарыз сұрауы керек екенін айтып, оны ұйықтатып алып кетеді. Уэнсдей мен Юджин зиратқа барып Пакслиді іздейді, бірақ оны таппайды. Келесі кадрда полиция Пакслиді іздейді. Оны орманда да, зиратта да қарастырады. Біраздан соң шериф ата-анасына ешқандай із табылмағанын хабарлайды. Шериф Сантьяго Адамсқа бұрынғы жаулардың біреуі кек алу үшін жасалған шығар деп болжайды. Таңғы аязда Вимс Уэнсдей мен Мартишаға экстрасенсорлық күштерін біріктіріп, Пакслиді табуға көмектесуді ұсынады. Алайда Уэнсдей қазіргі уақытта осы қабілеттерін пайдалана алмайтынын түсіндіреді. Сол кезде Вимс Уэнсдейдің отбасының басқа бір құпия көгі әжесі Хестерге жүгінуді ұсынады. Хестер Адамс үйіне келгенде Паксли сияқты пайдасыз адамды неге әшкерелеп алғысы келетінін түсінбейтінін айтады. Уэнсдей болса, Айзектің Пакслиді оларды шақыру үшін тұзақ ретінде пайдалануы мүмкін деп болжайды. Сеанс спиритизмі басталып, бәрі қол ұстасады. Бірақ Уэнсдей бұл әрекетті салмақпен жасайды. Көп ұзамай Уэнсдей көрініс көреді. Ол өз ата-анасының өткенде Айзекті жерлеуін бақылайды. Басқа амал қалмаған соң, Мартиша қызына сол түнде не болғанын айта бастайды. Әлемге 20 жылдан астам уақыт бұрын Гомез Айзек пен Франсуаға Яго мұнарасында кездескен. Айзек Франсуаны мәңгілікке сауықтыруға қабілетті машина жасағанын айтып, энергия көзі қажет болғандықтан Гомезден сол кезде электрокинетикалық қабілеті бар ең жақын досынан көмек сұрайды. Гомез досына көмектесуге келіседі. Алайда Айзек Франсуаны құтқару үшін Гомездің өмірін құрбан етуді жоспарлап, алдын ала оған қорым қазып қойған. Мартиша Яго мұнарасына келгенде, Гомездің жансыз күйде болатынын байқап, құрылғыны бұзуға шешім қабылдайды. Бұл мұнарадағы жарылысқа алып келеді. Айзек қаза табады, ал Гомездің қабілеттері толық жоғалады. Айзектің денесі өз қазған қорымына тасталады. Содан кейін Август Стоункерст Мартиша мен Гомезді қорқытып, лабораторияның құпия екенін жария екпеуге мәжбүр етеді. Уэнсдей бірден түсінеді. Айзек оралды және енді тәжірибені қайталауды жоспарлап отыр. Бірақ осы жолы Пакслиді энергия көзі ретінде пайдалануы мүмкін. Мартиша мен Хестердің ескертулеріне қарамастан, Уэнсдей кіші ағасы Пакслиді құтқаруға бел буады. Осы уақытта мектепте Аякс Эникке келеді. Ол үлкенірек болып, екеуі енді бірге болмаса да, дос болып қалғысы келетінін айтады. Энид оның ұсынысын қабылдайды. Аякс кеткен соң Агнес пайда болып, Энидке мүмкін болатын жігіттердің тізімін көрсетіп, оларды бақылап шығуды ұсынады. Бірақ Энид бас тартады. Айзектің қыстағында ол Франсуаға қандай жағдай болса да уәдесін орындап, оны емдейтінін уәде етеді. Сол сәтте Тайлер келеді де, ізбасарларын адастыру үшін бірнеше шақырым жерге жалған із қалдырғанын хабарлайды. Неверморда Агнес Энид пен Уэнсдейге қоштасып, әкесі оны алып кеткен соң, жаңа оқу жылы басталар алдында үйіне кетеді. Энид Уэнсдейге ескертіп, өзі қауіпсіздік себептеріне байланысты көмектесе алмайтынын айтады. Уэнсдей келесі күні оған келетінін уәде етеді. Кейін Юджин балдарым күтіп отырған кезде Айзек оған келеді. Уэнсдей шерифке Пакслиді іздеудің іздері тек алдау екенін, оларды адастыру үшін қалдырылғанын ескертеді. Сол сәтте Юджин Уэнсдейге Айзектен келген қоратты әкеледі. Қоратты ашқанда Уэнсдей Айзекті көк ағашында түн ортасында кездесуге шақырған хабарламаны табады. Уэнсдей орманға жетіп, Тингті арбалетпен ағаш жанында қалдырады және Айзекке дәл сәтінде оқ атуды тапсырады. Уэнсдей Айзекпен Пакслимен кездеседі. Сол кезде Тинг арбалеттен атқанымен Айзек оқты тоқтатады. Дереу Тайлер пайда болып, Тингті ұстайды. Айзек Уэнсдейге шындықты айтады. Тинг шынында да оған тиесілі екен. Ол Мартиша оны кездестірген түннен кейін Тинг оның аман қалған жалғыз бөлігі екенін түсіндіреді. Энергияның құбылысы оны тірілтті. Тинг
қарсыласса да, Айзек оны қайтадан өз денесіне қосып, толық бақылауын алады. Сол арқылы телекинез күшін қайта іске қосады. Ол Уэнсдейді шұңқырға лақтырып, жермен басып қалдырады. Бүкіл көріністі Агнес көріп, оқиғаны дереу Энитке жеткізеді. Агнес Уэнсдейді қиын жағдайда қалдырмау үшін әкесінен қашып кеткені белгілі болады. Қауіптенген Энит дереу келіп, Уэнсдейдің пульсі әлсірей бастағанын байқайды де, шешуші шешім қабылдайды. Ол өзі құрбан болып, мәңгілікке қасқырға айналып, шұңқырды қазып, досын құтқарады. Уэнсдей оянады да, досының құрбан болғанын біледі. Өйткені өзгеріс толық ай кезінде болғандықтан, Энит адам кейпіне қайта орала алмайды. Сондықтан орманға кетеді. Уэнсдей Агнеске Эниттің артынан баруды тапсырады. Көп ұзамай Уэнсдейдің ата-анасы мен директор Вимс оған жетеді. Осы уақытта Яго мұнарасында Айзек телекинез күшін пайдаланып, өз аппаратын жылдам әрі толық қалпына келтіреді. Мұнараға жол жүріп келе жатқанда, Уэнсдей ата-анасын Тингке оның шығу тегі туралы шындықты айтпағаны үшін сөгіп өтеді. Алайда олар ауыр шындықпен оны жүктегісі келмегенін айтады. Мұнараға келгенде Мартиша Гомезді шақырып, шериф Сантьягоны іздеуге жібереді. Ал өзі Уэнсдеймен бірге жоғарғы қабатқа көтеріледі. Аппарат қайта жұмыс істеп, Пагсли энергия көзіне айналады. Франсуаға берген уәде бойынша Айзек Тайлерді қимылсыздандырады. Өйткені Франсуа өз өмірін құрбан етіп, ұлын құтқармақ болады. Тайлер нормистке айналуға қарсылық білдірсе де, Франсуа оның игілігі үшін әрекет етіп жатқанын көрсетеді. Өйткені оны шын сүйеді. Айзек электр разряды қосқанда, Уэнсдей Тайлерге жақындап, оны құтқаруға тырысады. Тайлер Хайтке айналған сәтте Уэнсдей Пагслиді құтқарады. Тайлер Хайтке айналып, алдымен ағасын, кейін анасын шабуылдайды. Франсуа да Хайтке айналады. Бұл екі монстр арасындағы эпикалық шайқасқа келеді. Нәтижесінде зертхана жойылады. Шайқас көшеге шығып кетсе, Гомес мұнараға көтеріліп, қалған отбасымен қосылады. Уэнсдей Айзекке қарсы тұрып, Тингті босату үшін оның қолын кесуге бел буады. Сол сәтте зертханада жарылыс болады. Әуе толқыны Франсуаға ғимаратына ілігуге мәжбүр етеді. Тайлер оны құтқармақ болса да, Франсуа өзі құлауын таңдайды. Оның денесін полиция табады. Ал Тайлер пиналып аспанға айғайлайды. Мұнара төбесінде бәрі аман. Тек Мартиша аппараттың біреуінің астында қалып қойған. Уэнсдей қорқып, бірақ анасы көзін ашады да, күліп, бәрі дұрыс болғанын көрсетеді. Сол кезде Айзек пайда болып, Уэнсдейді телекинез арқылы басады. Мартиша мен Гомес Тингке жүгініп, оны отбасына қайта оралуға шақырады. Уэнсдей Тингті босатуға тырысады. Сәті түспесе де, оның әрекеті бекер кетпейді. Тинг қарсы тұрып, Айзекке шабуыл жасайды. Соңында Тинг жеңіп шығып, Айзекке байланып тұрған бауларды жыртып, өз отбасына оралады. Келесі күні Уэнсдей Тингтен оның өзінің зұлым ғалымның бөлігі екенін білген кездегі сезімін сұрайды. Тинг сәл сенімсіздік көрсетсе де, Уэнсдей оған өзінің шығу тегі мен өткенін басқаруға мүмкіндігі жоқ болса да, болашағын өзі таңдай алатынын еске салады. Қай жолды таңдайтынын сұраған кезде Тинг Айзектің сақинасын лақтырып, Уэнсдеймен бірге қалатынын білдіреді. Сол сәтте Агнес маңызды ақпаратпен келеді. Ол Эниттің солтүстікке, Канаданың шекарасынан тек 8 шақырым қашықтықта бара жатқанын көрсететін іздер тапқанын хабарлайды. Бұл уақытта зиратта Тайлерге Капри келеді. Ол Тайлерге Хайт жалғыз қалса өмір сүре алмайтынын айтып, қолдау ұсынады. Капри басқа Хайттарды білетінін және мүмкін олардың бірлесіп бәрін жеңе алатынын айтады. Тайлер оған сенбесе де, Капри өзінің жеке сырын ашады. Оның әкесі шын мәнінде Хайт болған. Басқа жерде Юджин Пакслимен қоштасып, оған тарақандар салынған қорапты береді және келесі демалыста үйіне баруға шақырады. Мартиша қызына өзінің көптен қаза болған әпкесі Офелияның күнделігін сыйлайды. Әрі құпияларды жасырудың ауыр салдары болуы мүмкін екенін түсінеді. Кейін директор Вимс Уэнсдейге хабарласып, отбасылық байланыстарды қалпына келтіргеннен кейін экстрасенсорлық қабілеттерін де қайталғанын айтады да қоштасады. Уэнсдей үйге оралмайтынын жариялап, оның орнына Фестермен бірге Энитті іздеуге кетеді. Жол бойында Уэнсдей әпкесі Офелияның күнделігін қарап отырып, жаңа көрініс көреді. Офелия тірі екен. Әпке Хестер Фрамптың ауласындағы подвалда отыр және қабырғаға былай жазып жатыр: Уэнсдей өлуі керек.